Сіздермен Әлішер Келгенбай және де бұл Акаон шоу реалити. Сәл-пәл қобалжып себебі мен бұл Әлішердемін. Не болды футбол кептің? Не болды? Мен саған айттым ғой, нан болмайды ол саған. Ал жігіттер, Акаон капқа қош келдіңіздер тағы да. Турнир бойынша біз командаларға бөлінемізді, кәдімгідей кап болады. Ол жерде тоже бізде призовой болады, ол жерде тоже лучший игрок, нападающий, сұрмерген болады, соның бәрі есептелінеді. И получается, бізде мынандай мәселе болады. Бірінші орын алғандарға, допустим, 100 балл берінеді, екінші орын алғандарға, допустим, 70 балл берінеді, үшінші орын алғандарға 50 балл, төртінші орын алғандарға, получается, 30 балл беріледі. Ең соңғы орын алғандарға 10 балл беріледі. Сол үшін жігіттер максимально контентпен де, ойынмен де, максимально өздеріңізді көрсетіңіздер. Хорошо? Енді дайынбыз ба? Жақсы. Кім киінген жоқ жігіттер, резко киімдеріңіз киіп алыңыздар. Кәдімгідей уже футболға. Нет, бұл негізі раздевалка емес. Тамақ ретінде ғой. Сендер не үшін бұны раздевалкаға бердің? Дойсамен муча ғой. Маған бәрі. Зюбадан қажерім кеп пе? Екі бәрі бар, Ассалаумағалейкум достар, менің есімім Тоноғалы Марғұлан, АК-10 командасының ойыншысы. Есімім Кенесов Абылай болады, Алматы қаласының тумасымын. Мен бұл командаға өзімнің медиамды дамытуға, футбол жайлы өзімді көрсетуге келдім. Бұлай өмірде жұмыс істеймін компанияда. Специалист контроля качества. Ес білгелі бір футбол ойнап жүрміз. 5-6 жастан бері орындалмаған арманым профессионалды футболшы болу. Цель, біріншіден, біз бұл футболға көңіл көп бөлеміз. Екіншіден, медиа дамыту. Алдағы уақытта 10 подписчикті біз бір айда жинауға тырысамыз. Так, сіздердің алдарыңызда біздің төрешіміз Батыр. Авайте, доғыл шабақтарыңыз. Енді жігіттер, Акаон кап турнирында дәл қазір біз 4 командаға бөлінеміз, 4 лидерді шығарамыз. Осы командада лидерлер араларыңыздағы ойыншыларды мақал мәтел бойынша таңдайды. Әрқайсыларыңызға мақал мәтел берілді. 4 лидер кезек-кезекпен бастаймыз. Содан рандомный команда боласыздар ғой, получается. Қалай, дайынбыз ба? Жарысқа? Жақсы. Біздің арамыздағы 4 лидер бар, сол 4 лидер дәл қазір ортаға шығарып, кезек-кезекпен мақал мәтел бойынша игроктарды таңдайтын болады. Бізде ең бірінші Абылай Кеңесов. Әрсен. Менің есімім Испанбетов Арсен, Алматы қаласының тұрғынымыз, 97 жылғымын. Қазіргі уақытта автоэлектрик болып жұмыс істеймін. Кішігірім автоблогерміз, 65 мың оқырман бар. Инстаграмда оқырманның барлығы 0-дан бастап жиналған, как положено, ешқандай гиф немесе бір конкурстарға қатыспағанбыз. Таза еңбек маңдай термен жиналған оқырмандар. Рома, Рамазан. Хорош. Және бізде Рус. Кет, Рус. Жақсы. Дәл қазір міне біздің артымызға қарасаңыздар, мына жақта қорғаушылар, мына жақта міне орталық, мына жақта міне 2 қақпашымыз бар. Сонымен қатар бізде вингерлар бар. Дәл қазір біздің ойыншылар, капитандар ортаға шығып, осы жігіттердің арасынан, былайша айтқан кезде, мақал мәтелдерді біз заранее беріп қойғанбыз. Олар бір өздерінің мақалдарын, тақырыптарын айтады. Абылайға задача, Абылай, получается, сол бір мақалды таңдау керек. Сол қай мақалдың тақырыбы сол ойыншыда болады, сол ойыншы Абылайға өтеді. Кеттік ба, дайынбыз ба? Давай. Сізге қандай мақал мәтел қажет? Білім, ақша, еңбек, денсаулық. Ақша оғын кірі. Әрсен, давай. Білім, денсаулық. 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 Кет.
Таңдаған мақал айт. Әрсен кел, Әрсен. Еңбек бәрін жеңбек. Білім. Рамазан. Жақсы. Дұрыс. Еңбек па? Так. Қандай бар? Денсаулық отбасы. Қайсы? Отбасы. Отбасынан басталады. Жақсы. Так, Рус. Денсаулық па? Ең соңғы Рус қалып кете бере ма? Давай. Кім? Денсаулық зор байлық. Бисмилля. Ал, балуандар. Дәл. Бұйырса, как шоу жасаңыз, қарамады.
Bir gol. Мен Ахмет Руслан Бейбетұлы, АКДС құрамасында қақпашымын. Бұл командаға мен 2 отбордан өтіп, қақпашы болып командаға кірдім. Жалпы өмірде ұялы телефондар жөндеумен айналысам. Әртүрлі механика, каждый телефон, iPhone, любой телефондар жөндей берем. Көптеген контенттер түсіріп, осы халықтың сүйікті блогер болдым. Penalti. Nasıl almaz mı?
Ал осымен бүгінгі Акаон Cup турнирінің бірінші этапы аяқталды, жігіттер. Бүгін өте эмоцияға толы ойын болды. Қалай, ұнады ма, жігіттер? Жігіттер, біз бүгін ойыннан келдік, ойын өте мықты өтті. Бисмилля, матчтан шықтық, матч өте керемет өтті, жігіттер. Бағына басында айтқандай, бүгін өте эмоцияға толы моменттер көп болды. Енді сол моменттерді, получается, біз контентқа айналдыруымыз керек қой. Қараңыздар, егер сіздер просто тап ойнап кетіп қалсаңыздар, одан ешқандай толқы жоқ. Имеется в виду, просто ойнадың да кеттің. Ал егер содан сендер контент шығарып алсаңдар, сендерге подписчик келеді, просмотр келеді, получается, и узнаваемость келеді. И өзің мысалы еңбектеніп жатып, сол еңбегіңді салып, и сол еңбегің ақталып жатса, сенде не болады? Мотивация болады, кайф болады. Имеется в виду, ол саған ары қарай күш береді. Кім акцент қойып жүр, сода получается. Міне Мұстафа күнде таңертең тұрады, алимдармен барады да барып контент түсіреді. Пожалуйста, результат бар ма? Бар ғой. Міне осыдан қазір қарап тұрыңыздар, Алла амандығын берсін, тіл көзден сақтасын. Бірақ дәл осы қарқынмен жүретін болса, 1 миллионды 1-2 жылдың ішінде смело жинап алады. Бүгінгі турнирдің ең үздік ойыншысы бізде Алимжан! Алимжанға дополнительно 20 ұпай. Командасына шкалда бөлдіріп. Аблайлардың командасы бірінші орын! Және бізде екінші орын алған Рустардың командасы! Және бізде үшінші орын алған Рамазанның командасы! Және бізде төртінші орын алған Арсеннің командасы! Ал бізде 4 гол соққан сұрмерген